Сығырайған көзін ғана қалдырып, бетінің басқа жерін қолдан жасалған қоймалжыңмен айғыздап, басына шаңырақтай етіп үйіп орамал байлап, тақта үстіне шалқасынан түсіп қыбырсыз жатыр. Үй іші құлаққа ұрған танадай тым-тырыс. Мезгіл түс ауғанын білдіріп, терезеден қиялай сығалаған күн сәулесі бөлменің бір жақ шетін қиып алып, ерекше жарқыратып жіберген. Бір бүйірден келесі бөлмеге өтетін есік аузы үңірейіп көрініп тұр. Онда осы үйдің маңдайына біткен жалғызы Олжас, 7-ші орыс класының шәкірті, сабақ қараудан жалықты ма, әлден уақытта гитарасын дыңғырлатып ән айтуға кірісті. Кірпігін болар-болмас қана жыбырлатып көзін сығырайта ашқан Зейнеп анандай орындық жанында тұрған ұлына сынағандай боп зер сала қарады. Осы өзі төрт бақтанып кімге ұқсаған? Өзіңше қалай ойлайсың? Меніңше мектеп қиын. Біліп қой балам, оқу деген неғұрлым жоғарылаған сайын соғұрлым қиындай береді. Олжастың күткенінде осындай жауап болса керек. Иә саған, сен ғой мама сырттай оқисың, не кітап қарағаныңды, не қағаз жазғаныңды көрмеймін, барасың да келесің. Сабақтың бәрін жақсыға тапсырып келесі курсқа өттім деп келесің. Ендеше әрине институтта оқу жеңіл, ал мектеп кодекс жаттайсың. Генсектің өмірбаянын ежіктейсің. Зейнептің кілеге жағылған әлеміш беті безірейіп, маска сызығынан сығалаған жанары ызғарлы ұшқын шашып шоқтана алды. Сен бала өзіңе қатысты емес шаруаға араласпа, білдің бе? Мені аңдуға әкең бар. Ой мама, анасына мұндай ызбар күтпеген Олжас сасып қалды. Жә жетер де осы ділмарсығаның. Шеше мен ұл арасында тағы қандай әңгіме боларын кім білсін. Әйтеуір тап осы кезде босаға жақтағы үш аяқты араб орындығының үстінде мелшиіп тұрған қызыл телефон кенет қат шырылдап қоя бергені. Зейнеп тақта үстінен жеңіл сырғып түсті де былқ-сылқ барып тұтқан еріне көтерді. Алло деді. Қуанғанынан күлгені борал. Кілеге жағылған бет-аузы тырса-пырса дірілдеп қозғалып кетті. Даусы да көңілдене сыңғырлай шықты. Есімханбысың ей, қайдан жүрсің көктен түскендей боп? Ұлынан қаймықты ма? Тұтқаны жабысқан күйі мойнын бұрып көзімен Олжасты іздеп еді, таппады. Бөлменің есігі тарс жабық тұр. Зейнеп сонда да сақтық жасап микрофонға ернін тигізбестей бұғына сөйледі. Жынданған шығарсың. Ойпырмай, осы сенің таскенедей жабысқақ мінезің-ай. Bir қадалсаң өлсең айырылмайсың, қойшей. Ақтан өзі шақыртты деймісің? Онысы қызық екен. Сықылықтай күлді. Жарайды. Болса да келіп қалыпсың. Қонақ үйде не бар? Жападан жалғыз шошайып жатарға барарсың. Әлде немере ағаң Қасымғаныкіне түсетін шығарсың. Давай онда біздікіне кел. Ол ағыңның жарты өмірі мертпен конвертер пештерінің отын көсеумен өтіп жатқанын білмеуші ме едің? Зейнеп тұтқаны ұясына қондырып сәл ойлана кідірген. Сосын ұлының бөлмесі жағына қарап мейірлене дауыстады. Олжасжан, есік ашылып екі беті бұлтиып өкпесі әлі қайтпаған ұлын көрді. Не болды жайшама? Үй жинастыршы күнім. Сабақ қарап жатырмын. Өлең мен қалжыңды азайтсаң ғой. Жә кейін пысықтарсың, қазір үйге қонақ келеді. Ол кім мама? Қандай жақынымыз, мен білемін бе? Ол ма? Ол осы үйдің досы ұлым. Олжас басқа сөзге келген жоқ, дәліз жақтан шаң-сорғыш әкеліп дереу іске қоса бастады. Аяқ астында үйге қонақ келерін кім ойлаған? Бетіне қалың жағылған кілегейді алып тастау оңайға түспеді. Біресе дәкемен, біресе мақтамен сүртіп, әтір суымен тазалап жуып айна алдында біраз бөгелген. Айнадағы өз келбетіне әбден кемеліне жетіп толықсыған керден келіншектің әр қимылына бір сәт сынай қарады. Қарады да өз көркіне өзі сүйсінді. Әлде қызда екен мынау. Желікпе ойдан кеудесі сынып бетіне лыпып қан жүргенін сезді. Сосында ғой Есімхан байғұстың менен де бір жола қара үзіп кетпей, айналшықтап қимай жүргені. Өмірдің шым-шытырғы жұмбақ сырларының түбіне кім жеткен? Бір кездегі ұнатпағаныңды кейін ұнатасың. Жақсы көргеніңнен жерінесің. Және ешқандай күштеусіз өр зеркімен. Әйтеуір шатын көбелек қанатындай құбылып тұрған бір дүние. Тұрақтап қалар баянды ештеңе жоқ. Әйтпесе мұның жары ақтан емес. Осы Есімхан болатын бір рет біледі. Олай болмады. Өмір өз дегеніне көндіргені. Шіркін, уақыт-ай, сен үшін бай да кедей де жоқ. Мынау жақсы ал мынау жаман деп ешкімге еш нәрсе мойын бір жалтақтап бір қарамайсың. Өзіңнің белгілі әуеніңмен сынаптай сырғып, алғалап тарта бересің. Оған да міне бақандай 13 жылдың жүзі болыпты. Әйтеуір бір шүкірлігі тәуекел деп Ақтанның етегінен ұстаған көз жұбайлығынан Зейнеп құтылмаған сияқты. Ақтан қазір бүкіл қазақ металлургтерінің алды.
Атағына табысты, табысына атағы сай келіп тұр. Зейнептің жеген алдында, жемеген артында, қолын жылға суға малынып, молшылық тұрмыстың бал дәурен емін-еркін белден кешіп ақ жүр. Зауыттың бірде қосымша бөлшектер сақтайтын қоймасында, енді бірде химия лабораториясында тиіп қашып жұмыс істеуші еді. Ондай кір кәсіп тастады. Ешшия тұрмыс түзеле келе оқу соңына түскен сыңайы бар. Оқу дегенде жанығып кітап қарап көз майын тауысып жүрген бұл жоқ. Күйеуінің беделді қалың қалтасы оған қоса табиғат берген өзінің оңды келбеті қиналтпай-ақ кешкі мектепті бітірткен. Институтта да жан қиналтпай курстан курсқа көшіп жүр. Бала бәле деп кім айтса да дұрыс айтқан. Жаңағы Олжастың сөзін көрмеймісің? Институтта оқу жеңіл шығар деп өз шешесін өзге кетеді. Атағы мен беделіне қызығып теген күйеу осындай болғанда, бой жетіп қыз санатына қосылған кезде алғашқы махаббат сезімін оятқан өліп өшіп құлап түспесе де, бүйрегін бұрғызған адамы Есімханнан біржолата көз жазып қалғандай. Онымен Алматыға оқуға түсуге барған жол кездесе кетті. Мәссаған, өлді деген батырың өгіз мініп келеді. Қатардағы көп қара жаяудың бір емес, дардай ғылым кандидаты болып алған. Университетте биологиядан сабақ береді. Келбеті сол баяғы шыр бітпен қалпы. Қушық жауырын, шибыт бет ауыз шүңкиген шөкімдей бір уыс. Соған қарамастан еріндері қалың, дүрдектеу. Баяғысынша шаңырақтай қара көзілдірігін бір тастамайды екен. Әуелгі бетте бірін-бірі тосырқағандай еді. Оларды көзді алдамшылық болып шықты. Өйткені оған бірінші болып жымиып, бірінші болып үйлендің бе деп ойнақылана тіл қатып еді. Жоқ деп ол да лып ете қалды, жез сымдай иіліп. Неге деп сұрады бұл, ойнақылана түсіп. Бір рет алданған адам екінші рет алдануға асыға қоймайды, деді Есімхан. Аузы күйген үрлеп ішеді деуін десе де, ялдыма Зейнеп өрттей болып қызарып кетті. Іштей жігіт өкпелейді, енді көрместей болып теріс айналатын шығар деп еді. Бірақ Есімхан ондай асаулық танытпады. Сүріну айып емес, ол қайта кісіні айлакер сақ болуға үйретеді, деді жымиыс. Сонымен не керек, майлы қасықтай жылпылдап жүріп Зейнептің оқуға түсіп кетуіне көп көмегін тигізгені. Кейін сессиялар тұсында да бұның сынақтардан қиналмай өту жолдарын қарастырып, аянбай жан салып бағатын болды. Бұл оқуда жүрген кезде кейде жол түсіп, кейде бірер күн әдейлеп уақытын тауып, ақтан келіншегінің артынан келіп кетіп тұратын. Ондайда Шеу Алатаудың көрікті жерлеріне серуенге бірге шығып, оның арасында ресторандатып дегенде қазақтың таусылмайтын шыж-мыжының арқасында өзара жақын сырлас дос болып кеткендей еді. Ақтан қашаннан кеңпейіл, жолындағысын кеуделей жарып жүретін тура мінезді адам. Зейнеп пен Есімханның арасында ертеректе жастыққа тән өтпеші желік болғанын білсе де білмегенсіп, қызғанышы барын еш сездірмейтін. Қайта Есімханды жасы кіші інім деп бауырына тартып, өзіне тым жақындатып жібергендей еді. Сөйтіп бұлайғы сырт көзге араларын ешбір кір шалмаған, бет шіркеулеріне көлеңке түспеген өзара ынтымақтағы жарасқан аға мен іні, қайын мен жеңге сияқты болып көрінуші еді. Көрпе астына кіргелі жарты сағаттай болған. Көз ілінер емес. Қалың перде тұтылған терезе, сырты Алматының басты даңғылы, такси, автобус, троллейбус, ал мына жағындағы Пастер көшесі бойынан трамвай бірінен соң бірі дыбыстап, сартылдап, дырылдап, бір дауыс айқын еді. Үйренген ың-жыңы ғой. Ендігі ұйықтап та қалар еді. Жаңағы телефоннан біреу, еркек керек пе, ұлтын жасын айтсаңыз болды деп, қалғып жатқан шайтандарын оятып желіктіріп жібергені. Содан денесі сып, кіндігінен төмен түсі қатты қызып, өз-өзіне мазасы кете бастағаны. Неге екен белгісіз. Мана күндіз Есімханның қасынан көрген ұзын бойлы сары жігіт көзіне елестей бергені. Ұзын болғанда тым арықтау, сосын да көзге ұзын сияқты көрінеді. Әсіресе бас бітісі есінде. Қатты қалып қойыпты. Ат жақтылау сопақша беті, шекелікке жетер жерінен әрі қарай бас сүйектің орнына орыстың гаршогын кигізіп қойғандай. Өз елден алабөтеніп насып аятады екен. Салфетка қиындысына ораған екен, таблеткадарының үлкендігіндей біреуін лып дегізіп ерінің астына қыстыра салды да, Ағырпек деп өзін таныстырып бұған қол созған. Саусақтары салалы, бірақ етсіз шиді екен. Бұның алақанын тарамшыса орап, қатты қысып жібергені. Тесіле мөлдіреген шегір көзі мұның үстіндегі бар киімін шашып жібергендей болды. Зейнеп өзін осы сәт Ағырпек алдында тыр жалаңаш тұрғандай сезінгені. О, бәрекелді, біздің жақтың қыздары міне осындай болу керек, деді. Ағырпек мұның көзінен көз алмай қадалған күйі тамсанып. Жігіт тамсанғанда қазір аузына жиналған сілекейін түкірер деп ойлаған, үйтпеді.
еріне салған насыбайды жеп қойғандай сөйлегенде сөзін де бұзбай айтып түк сездірген жоқ. Сырбазын-ай деді Зейнеп іштей сүйсініп, өзі де қарап қалмады. Біздің жақтың дегеніңізге қарағанда жерлес болдық қой сірә. Иә, мен де Нұрлы бойынан, Казгородок деген жерденмін. Астанадан жерлесін табылғанына қуанышымын. Бірақ қыз деп мені тым жасартып жібердіңіз, білем. 30-дың о жақ бұ жағындағы келіншектің қасында қыз дегенің немене? Мұрнын боғын сүрте алмай жүрген біреу емес пе? Нанбасаңыз биолог ғалым Есімхан айтсын. Не айтатыны бар? Не нәрсенің де өнетін, өсетін, жетілетін, кемелденетін, естіретін, тозатын, өлетін кездер болады. Сен Зейнеп, әйел жыныс ретінде әбден жетіліп, кемелденген шағындасың. Оның үстінде әр нәрсенің де табиғат тарапынан оған өмірге деген күш, қуат, құмарлық пен құштарлық сыйын ерекше мол өлшеп берген асылдар да болады. Сіз әйел жынысының ішіндегі сондай асылсыз деді Ақүрпек. Үсті-басы жармай сасыған жұмысшылар сіз де перизаттың қадірін қайдан білсін? Оларға жұмыстан кейін топтанып арақ ішіп, үйге келіп келесі ауысымға кезегіне дейін естен ғана қорылдап ұйықтаса болды ғой. Әй, қой байқа деді Есімхан досына ескерту жасағансып. Зейнеп үйіндегі ағамыз атақты металлург, қалалық советтік депутаты. Мемлекеттік сыйлықты да бұйырса сенен бұрын алып қалу мүмкін. Заманны еркелетіп, жұмысшыдан шыққан ақсүйек. Сізде өндіріс озатсыз ба деп Зейнеп жаңа танысының жүзінен көзін әкете алмай арбалып. Жоқ, мен жай академияда фольклор зерттеймін деді Ақүрпек. Сіз де ғалым екенсіз ғой? Иә, әзірше кішкентайлаумын. Ендеше тезірек үлкені болыңыз. Орын сөзге үшеуі бірдей қосылып жарыса күлген еді. Көзіне сопақ басы гаршок тәрізденген Ақүрпек тағы елестеді. Шегір көзінде бір жұмбақ сиқыр бар. Қасыма келіп алғаш көргендегідей тесіле қараса, құмарлыққа толы отты жанарымен-ақ үстімдегі көрпені ұшырып түсірмеді. Ар жағында мен. Іш киімсіз жататын әдетім жалаңашпын. Қоя тұршы деп айта алмай қаламын ба? Бар денесімен тоғырғандай қатты тітіркеніп кетті. Қызып мазасын алып жатқан борбай арасына тап бір содан жаны жай табатындай қолын соғып жіберіп, тас қып қысып алды. Біреу ақырын тақылдатып есік қағып тұр екен. Есімхан екен. Аты жөн жоқ, бұл қай жүрсің деген бұл дауысты. Әлденеге дірілдей қалып, сағатқа қарамағанбысың, түнгі 12 ғой. Сағындым сені, сағынып кеттім. Есік ашарда Зейнеп жалаңаш иығына жеңіл халат іле салған еді. Күймеленбеген, алды ашық халаттан бар тән жарқырай көрініп тұрды. Онысын өз аңғармадым, әлде құмарлық шақырсын деп әдейі сөйтті ме? Қалай болғанда да Есімхан артық сөз айтпастан Зейнепті кереует үстіне құлата салып, екі сан екі ердің арасына бар күшімен қона кетті. Қандай зорсың деп құмарлығы бірден басына шапқан Зейнеп ышқынып қалып, жігіт иығын қанын шығара қырши тістеп алды. Апай-топай аяқталғасын, олар еш жиғандай демдерін басып, біраз үнсіз қалды. Сағындым дедің бе деді Зейнеп бірінші болып тілге келіп. Араларында тап бір түк болмағандай жайбарақат сұрай салды. Сен де Ақтан да менің жақын досымсыңдар. Сағынған досты көру үшін уақыттың ерте кеші болмайды. Ендеше басылдың ба? Жоқ, саған деген ынтызарын жаңа ғана өршіп артып келеді. Жарайды, өтірігіңе сенейін. Тек сені айту үшін келдің бе? Осы 7 күннің ішінде жоқ, саған сақтаған жақсы жаңалығым да бар, айт. Докторлығыма тақырып етіп, Зауза қоңызын алғам. Дәлірек айтсам, орталық Қазақстан аймағындағы Зауза қоңыздарының тірлігі. Шалқасынан жатқан Зейнеп өз төсін өзі сипалады. О тоба, қоңыздан басқа жәндік құрып қалған ба жер бетінде? Қортақандай қоңызды тани білген кісіге талай терең сыр жаты деді Есімхан желпіне түсіп. Ол дегеніңіз ғылыми атақ, машина бедел. Зейнеп сиқырлана күлді. Соның бәрі Қортақандай қоңыз арқылы келе ме? Әлбетте, қоңыздың 140 тұқымдасқа бөлінетін 300 түрі болады. Бірақ қоңыздар біздің елімізде, оның ішінде Қазақстанда аз зерттелген. Ал қоңыз дегенің шаруашылыққа зиянды насекомдар қатарына жатады. Бала кезімде қоңыз көрсем сасығы жұғады деп, ол жерден айнала қашушы едім зәрем ұшып. Енді бұдан былай зерттейтін боламыз. Зерттей бер өзің, онда менің шаруам қанша? Шаруаң сол, екеулеп зерттейміз. Қоңыз дегеніңіз биология ғалымындағы тың тақырып. Ол саған да маған да жетеді. Әрине, сен әуелі диплом жұмысын бастайсың, амандық болса, алдағы жаз сендер жаққа елге шықпақпын. Қоңыз термекпін. Сол кезде сен маған ассистенттік қызмет көрсетесің. Не дейсің, түсінбедім. Зейнеп ұқса да ұқпаған болды. Не түсінбейтіні бар деді Есімхан. Мен сенің дипломдық жұмысыңа жетекші болып бекідім. Демек, сен маған тікелей бағынышты шәкіртсің. Енді түсіндің бе?
Зейнеп бұл әңгіменің тегін емесін, соңында ауыр салмақ жатқанын сезіп шын ақсасайын деді. Мен Зауза қоңызынан диплом жазам ба? Иә, тура Зауза қоңызынан. Ендеше Зейнеп кенет ойнақылана қалды. Көңілім көбелекке көбіреп ауып жүрушем. Әркімнен бір қалған көбелекті айтып қайтесің. Алтын шыққан жерді белден қаз деген. Дәл қазір сен ішінде, мен ішінде, жәндіктер ішінде қоңыздан тиімдісі жоқ. Сөйтіп қоңыз теретін болдық десейші деді Зейнеп жеңілген үнмен. Тереміз, Зейнепжан, тереміз. Мысал бар ғой, менің бақытым көзіме туп-тура қоңыз болып елестейді. Ал бақыт дегеніңіз ол да бір қашаған ат сияқты. Қуып жүріп алмасаң ұстатпайды. Жарайды, теретініміз қоңыз болса ол ешқайда қашпас. Ағаштың жарғынан ба, тастың қуысынан ба, уыс-уыс ұстап алармыз тыраңдатып. Именно тыраңдатып. Міне былай деп Зейнептің тізесінде жатқан ақ жамылғыны бір шетке қарай серпіп жіберіп, сол сәтте-ақ құмары қайта қоза бастаған ләззатшыл ыстық әйелдің үстіне атқа қонғандай сарт етіп тағы қонды. О боже деп Зейнеп қос аяғын қосаяқша сермелеп, ши борбайыңа қарап қауқарсыз шығарсын деп жүрсем, ши борбайдың арасындағы ше. Бар маңызың сонда екен ғой. О тағы, аяма өлтір. Екеуі де соқыр сезім ләззат майдан қат сағынып қалған екен. Ауық-ауық демалып, ойнас қызығын таң атқанша жалғастырумен болды. Есімхан таңертең кетерінде өрекпеген көңілім басылды. Сағынышымды суардым, бірақ құмарым әлі қанған жоқ деп Зейнептің кіндіктен төмен томпайып жатқан жерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Жалт бұрылды да нық адымдап бөлмеден шығып кетті. Сол екі ортада қан тамырларындағы тойымсыз шайтандар қайта қозғандай денесі сый бастаған Зейнеп құмарымды қоздырма дегісі келіп еді, айтып үлгермеді. Бас жағында жатқан құс жастықты жұлып алып, пергіштеп жіберді де бауырына ала екпетінен жата кетті. Мен оңбаған шығармын, біреуге жар болып бала сүйіп отырсам да. Бұл ойдан тез суыды. Адалсымақ ақылсыз қатын бір сыбағамен аузы ыржиып ауға жармай жүреді. Жолын тапқан ақылды қатын кем дегенде екі сыбағалы болады дегенде естуші едім. Мен әлде сол болдым ба? Көз алдына басының төбесі орыстың гаршогына ұқсаған ақ үрпек елестеп кетті. Жымиды. Ол мені іздер ме екен? Арада бір жет өткенде Есімханның арқасында сессиясын еш қиындықсыз ойдағыдай тәмамдап, ел жағына Құрышкент қайдасын деп аттанып кеткен еді. Көрші бөлмеден шаңшорғыштың бір қалыпты ызыңы тұншыға естіліп тұр. Бұл бетін кілегейден тазартып болғанша ол да біраз шаруа тындырып тастаған еді. Айналайын, менде емес, іске келгенде әкесіне тартқан ба, қолы өпсекті өзінің деп сүйсінген болды. Тез-тез киім ауыстырып, қолына сөмке ұстап үйден шығып кетті.